Сәуірдің 13-14 күндері Жаспай спорт мектебінің хаузында жүзуден жарыс тартысы өтті. Екібастұздың кубогы үшін болған ашық турнир биыл 7-ші рет ұйымдастырылса, ол сонымен қатар спорт ардагері Василий Павлович Литвиненконың рухына арналыпты. Соревнования посвящены памяти Литвиненко Василия Павловича, которого... Бұл жарыстар Василий Павлович Литвиненконың рухына арналып отыр. Көзі болса, сәуірдің 12-сінде 70-ке келер еді. Осыған орай біздің спорт мектебінің басшылары осы жарысты соны еске алуға арнау керек деп шешті. Василий Павлович 2016 жылы о дүниелік болған еді. Өмірінің соңына дейін осы Жаспай спорт мектебінің спорт жөніндегі әдіскері болып қызмет еткен болатын. Енді міне әріптестері соның құрметіне жарыс ұйымдастырып отыр. Соревнования проходят в замечательном режиме. Жарыс тамаша өтуде, ол үшін әрине төрешілерге алғыс айтуымыз керек. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер өздерінің нәтижелеріне қуанышты, олардың бапкерлері де қуанышты. Бұл жарысқа 200-ден астам бала қатысуда. Олардың үлкендері 12-13-те болса, кейінгілері 11 жастан кішілер. Жарысқа Ресей елінен Омбы қаласының спортшылар атарбалап келсе, өзіміздің облыстан Павлодар Ақсу қалаларының жүзушілері жеткен. Олармен қоса Екібастұздық, Жасыбай мен 2-ші спорт мектептерінің тәрбиеленушілері де намысты қолдан бермеуде. Тут в Казахстане уже 3-й раз. Қазақстанда мен 3-ші рет болып отырмын. Алматы қаласында жарысқа қатыстым. Сосын осы Екібастұзда бұл турнирде жүзудің түр-түрі бойынша жарысып, орындар алдым. Көрші Ақсу қаласынан келген Ангелина болса, 7-ші рет ұйымдастырылған Екібастұз кубогының нәтижелерін бірнеше рет жаңартып, рекордты көрсеткіштерге қол жеткізген. Жүзуді өзіне ермек қылып жүргеніне 4 жыл және оның күнтізбесі алдын ала белгілі. Была в Шымкенте. Шымкент қаласында жарыста болдым. Атыраудағы жарыста 1-ші, 2-ші, 3-ші орындарды алдым. Теміртау қаласында Қазақстан Республикасы чемпионатына қатыстым. Көкшетау, Қостанай қалаларында болдым. Жақын арада Қарағандыға барамын. Сосын сәуірдің 26-сында Астанаға барамын. Мамырдың басында Ақтөбеге, соңында Шымкентке жарыстарға жол түсіп тұр. Маусым айында тағы да Қарағандыға баруым керек. Әрине Екібастұзда да жақсы жүзгіштеріміз бар. Олар да қаланың кубогына таласып, ие болып жатты. Плаваю я уже около 5,5 лет почти. Жүзумен 6 жылда айналысып келемін. Көптеген қалаларда болған жарыстарға қатыстым. Ресейдің Яровой қаласында жеңімпаз атанып, жүлдеге іліктім. Бұл спорт түрінде жеңімпаздар мен жүлдегерлер жүзудің әр түрі мен қашықтығына қарай анықталатыны белгілі. Сондықтан тұғырдың биігінен көрген жерлестерімізді, спортшыларды құттықтаймыз.